Былтыр үйде тұрсам біреу шақырып жатыр деді, шықтым. Қарасам бір ұзын бойлы жігіт әкесімен тұрған екен, амандастым. Сөйтіп едім, сіз мені оқуға аласыз ба деді. Аламыз дедім, иншалла. Қарасам мықты жігіт, ұзын бойлы. Аламыз дедім. Бірақ деді, мен деді көрмеймін ғой деді, мен соқырмын ғой деді. Қарсы мен де оны соқыр екен қатым, көзі ашық тұр. Мен айтым, қой дедім, мен соқырмын деді. Көзі ашық адамды оқыта алмай жатырмыз дедім, соқырды қайтып оқытамыз, алмаймыз дедік кейін. Ақиқаттан ғой. Сөйтіп едім, жаңағы жігіт жылады да, мен деді Құран жаттағым келеді деді. Мен білім алғым келеді деді. Ананың махаббатын көріп, жоқ дей алмадым. Содан мейлі деп рұқсат бердім. Содан биыл оқудың ақырында мен ол әңгімені өзіміздің жұмада айтқам. Осындай бір соқыр бала оқимын деп келді. Көзі ашық соқырлар дедім. Көзі ашық соқырлар, біздің медресеге бір соқыр бала, мен Құран жаттаймын деп келді. Естіңдер менен, құлақ салыңдар. Содан жылдың ақырында жаңағы балдар енді кету керек, рұқсат береміз, бірінші курсты бітірді. Содан мен айттым, көзі ашық соқырлар дедім. Мен сен бәрін білем. Қалай Құран оқитыныңа шейін білем. Неше сүре жаттағаныңа шейін білем. Бірақ қараңдар, бүгін мен сендерге айтқан соқыр бала 3 пара Құран жаттапты. Қана Ділшат Құран оқы дедім. Жаңағы жігіт Ар-Рахман сүресін оқыды. Қараңыз, ол оққан уақытта жыламаған адам қалмады. 3 пара. Жігіттер, көзіңіз ашық отыр мұны. Біріңіз дөкейдің баласыз, біріңіз бизнесменсіз, біріңіз әкімшілікте істейсіз. Не қатырдыңыз? Не пара жаттадыңыз? Жоқ, Құран жаттау парыз емес пе? Тақуа турасында сөйлейтін болсақ, 24 сағат сөйлейміз. Бірақ амалымыз қайда? Әрқайсымыз ойланайықшы. Міне, мен өмірде болып атқан оқиғаны, өзімнің жанымда болып атқан оқиғаны айтып жатырмын ағайындар. Хайрукум ман таалламал Құран ва алламаху. Сіздердің жақсыларыңыз, Құранды үйренушілеріңіз және үйретушілеріңіз деді. Неге жақсылардан болғымыз келмейді ағайын? Неге осы хадистерге аман қылғымыз келмейді? Неге біз сол жақсылардан, сол тақуалардан болғымыз келмейді? Неге бүтін өміріміздің барлығын надандықпен өткізіп жібергіміз келеді?